Барлықтарыңызға сәлем. Менің есімім Мұхаммед Лейла. Менің есімім Махаббат. Мен Шымкент қаласынан боламын. Мен ЖО-КЗ курсынан нархоз университетіне 53 гранттың бірін ұтып алдым. 53 гранттың біреуін мен нархоз университетіне ұтып алдым. Нархоз университетіне 3 гранттың ұтып алдыңыз. Иә, 4 жылға сіз тегін оқи аласыз дәл осы университетте. ЖО-КЗ курсына тіркелдім сентябрь айынан бастап. Менде ең алдында барлық курстың сабақтары қатты ұнады, қызықты болды. Түнгі 2-3-ке дейін орындайтын татау қызық болған соншалық. Тест жұмыстарымды орындап жүрдім. Содан кейін жұлдыз шай жинап, әр күн сабақтарымды орындадым. Бірінші результатта мен 64 балл алған болатынмын, ал қаңтар ұбт-сында 74 балға көтерілдім. Март ұбт-сында мен 89 балл алдым. Нағыз ұбт-сында 96 балл алдым. Бұл менің мамандығыма негізінде жетпеген болатын. Бірақ ЖО-КЗ-тің 53 грантының арқасында мен қазіргі таңда грант иегері болып отырмын. Эфирді қарап оттым. Нархоз университетіне түскен оқушылардың аты жөндерін айтады. Менікінде айтып жатқан кезде, менде сет ұстамай қалады. Не істерімді білмеймін. Күтем, жауап күтем, кураторыма жазам. Куратор анықтап білеміз біраз уақыттан соң деп. Ол өздері сосын айтады, Махаббат, сіз ішкі грант ұтып алдыңыз деп. Қуанғанымнан жылап жібердім. Нархоздың іші прям күшті. Студенттерге бүкіл жағдай жасалған. 2023 жылғы түлектерге айтарым, ұбт-дан қорықпаңдар. Қатты қорқынышты емес. Барынша дайындалуға тырысыңдар. Менде баста қатты қорыққанмын ұбт-дан. Жайлап үйреніп кеттім. Мен постоянно, апталық тестілеу болады, соған бара беріп үйреніп қалдым, сонымен ұмытып кеттім қорқынышымды. 2023 түлектерге менің айтар сөзім, сіздерге сәттілік. Бірінші ұбт-дан азалып қалсаңыздар да, келесі ұбт-да өз нәтижелеріңізді көрсетіңіздер. Мұнаймаңыздар, бәрі алда.